Көрермендер саны менде 250-ден асты. Соған орай мен шағын тосын сый дайындаған едім. Ол тосын сый видеоның соңында. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Хей, сәлем көрермен, менің арнама қош келдің. Бүгінгі видеода мен сіздерге телефонымда не бар екенін көрсетемін. Бүгін біз соншалықты жақындай түсеміз, себебі мен сіздерге бүгін телефонымда не бар екенін, ол жақта мен не істеймін, қандай құрылғылар бар, соның бәрін бүгін мен сіздерге көрсетемін. Кеттік! Тағы да бір рубриканы енгізгім келді. Ол алдыңғы видеолардан маған ұнаған немесе мен жауап бергім келетін пікірді алу. Сонымен бүгінгі пікір ол осы. Асыл сәлем! Сонымен ең бірінші біз экранды запись жасайтынды қосайық. Ол үшін мен құрылғыны қолданамын. Начать. 2, 1. Все, басталды. Сонымен менің бас экранымдағы сурет ол «Если не сейчас, то когда». Мен бұны өте бұрын қойған едім. Әлі де тұр. Жалпы өзім бұндайға қызықпайды екенмін. Сонда обойларды өзгерту деген нәрсеге. Өзім осындай қара түсті обойларды қалаймын. «Если не сейчас, то когда» ол шағын мотивация. Жалпы менің блокировкамдағы да сурет шағын мотивация. Что ты сегодня сделала для своей мечты дейді. Осылай. Сонымен байқағаныңыздай менде осындай нәрсе бар. Ол баса қалсаңыздар осы арқылы көп нәрсені істей аласыздар. Осындай маған ыңғайлы болып көрінді. Жалпы бас экранда менде бекіреме деп тұр. Ол қате жазып жібергем. Оны дұрыстауға әлі қолым тиген жоқ. Қолым тимеді дегенде маған бәрі. Жалпы айтатын нәрсесі бүкіреме деген сөз ғой. Арқанда түк ұста деген сөз. Сонымен енді қызық жерге келдік. Бұл менің приложенияларым, құрылғыларым. Бірінші бас бетте мына жақта аз қолданатын, бірақ дегенмен керек нәрселер. InDriver, Togis, VPN, OTT Player, кәдімгі барлық телефонда көбісінде кездесе береді. The Moment пен OTT Player көбісінде кездеспейді, ол жалпы маған керек нәрсе, бірақ аз қолданамын. Екінші бетте ол әрине әлеуметтік желі. Мына жақта интернет, Play Market, Instagram, Snapchat, TikTok кәдімгі нәрселер. Ал мына творческая студия YouTube ол кәдімгі видеоларды жүктегенде өте керек нәрсе. Үшінші бетте ең қызық. Мына жақта менде өте көп құрылғы болғандықтан оларды әрбір топқа бөлініп осындай папкаларға салып қойғанмын. Ең бірінші ол game. Бір әрібін тастап кеттім. Әдемі көрінсін деп білмеймін неге. Жалпы мен өзім ойындарға сағатты қызғай бермеймін, бірақ дегенмен өте миға пайдалы ойындар. Ол таблица Шульце және Train of Thought. Жалпы таблица Шульце мен сіздерге осыны кеңес етемін. Себебі әр кезде, мысалға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дәл осылай сияқты сіз миыңызға пайдалы жаттығуларды орындайсыз таблица Шульце. Ойында сізге кезек пойыздар келеді, соны өздеріне сай станцияларына апару керек. Соңында көбейіп кетеді, сосын қайсысын апарарсың деп ойланып кетесің, сондықтан миды шыны керек жаттықтырады. Екінші папка видеоны редактировать ететін барлық мен қолданатын нәрселер. Мысалға, мына жақта переходтар күшті болса, мына жақта эффекттер күшті болса, әрқайсының өзінің күшті жерлері бар, сондықтан ешқайсысын удалить алмаймын. Осылай. Сосын үшінші ол music, өлеңді қысқартатын, гитара tuner, Shazam, гитара tuner, домбыраның, гитараның құлақ күйін дұрыстайтын құрылғы. Мен иногда ойнап қоямын. Маған Shazamның ең ұнайтын жері, мысалға жоғарыдан аласыздар да Shazam дегенді бассаңыздар, осындай нәрсе шығады. Және телефоныңызда ойнап жатқан кез келген әуенді топ бере алады. Мысалға TikTokқа кірсек, видео өлең тұр да. Осыны іздеп жатыр Shazam. Топ берді. Сосын тексере аламыз. Осылай Shazam сіздерге топ бере алады кез келген өлеңді. Және менің TikTok'ыма да кіріп көре аласыздар менің түсіріп жатқан видеоларымды. Сілтеме астында. Сонымен бізде төртінші папка ол apps. Яғни приложениялар деген сөз, құрылғылар. Персональный стикері білесіздер қандай видеодан. Reports білесіздер қандай видеодан.
Pinterest, оны да білесіздер қандай видеодан. Мен бәрін шыны керек айтып тастағанмын, қандай құрылғыны қолдану керек әртүрлі тақырыптарда. Және счетчик тасбих қадір тілінде жүктелгенмен әлі тұр. Осы жақта мен видеоларды көп орын алатын видеоларды осы жаққа салып қоямын. Storage, ол қателеспесем память деген сөз. Сосын фото, дәл жаңағыдай видео сияқты мен қолданатын нәрселер. Соның ішінде көп қолданатын ол PixArt. PixArt'ты мен туториал жасаған барлық видеоларды көрсеткенмін. Сондықтан сізде жоқ болса, онда мен сіздерге шынымен де кеңес етемін. Lightroom пресеттер, ол да мына видеода көрсетілген. Кейде күшті бір история салғым келген кезінде осы Niche мен InStories'ті қолданамын. Ал Pixaloop фотоны тірілткізеді. Осылай бүйтіп қозғалып жібереді. Көріп тұрсыздар ма? Және Polish кейде қолданамын, жай тұра берсін. Ал мынау атаусыз папканы түсіндіңіздер деген ойдамын. Там все такое, OLX, AliExpress, Kaspi и так далее. Ал мынау қызық нәрсе, жаңағы music және game дегендердің екеуін қосындысы ғой, музыкальная игра, музыкалық ойындар. Perfect Piano білесіздер, кәдімгі пианино. Ал SuperPads көп уақыт алатын және маған ең ұнайтын нәрсе осы шығар. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Ой, мына жақта үйретеді өздері қалай ойнайтынын. Мысалға мынау. Қандай өлең екенін білген шығарсыздар, иә? Launchpad дейді ма, сондайлармен үйретеді. Мына жақта мына жақта өлеңдер өте көп. Солай осындай нәрсемен өлеңдерді ойнауды үйретеді. Көп уақыт алады, және өзіме жалпы ұнайды. Келесі ол 4-ші бет, ол Zoom, Skype, Classroom. Сабаққа керек нәрселер. Тіпті мына жақта презентация, документы, Excel, осы жақта Discord, бәрі сабаққа керек нәрселер. Simpler, Listen English, оны да сіздер білесіздер. Мына видеода барлығы айтылған. Сонымен мен телефоным тым қызықсыз екен. Себебі барлық құрылғыларды, көбісін мен қолданатындарды мен өзімнің видеома қосқан болатынмын. PixArt, персональный стикері, не бар тағы, report сияқты көп нәрселерді мен алдыңғы видеоларда не үшін қолданамын, не үшін керек деген тақырыптарда істеген болатын. Бәрін осы подсказкалардың арасына қостым. Сондықтан көргендеріңізге үлкен рахмет. Рэп. Хей, сәлем көрермен, бұл менің арнам. Сіздермен бірге Ару Асанхан. Тіркеліп кет, лайк бас ұмытпай. Тез орында осыны бұл жұтпай.